Дүниеге келгенде шын атым шақырғанда Бақыт Жамал деп қойыпты. Соның бер жағында Жамал болып кеттім. Өзім Россия елінде туғанмын. 1946 жылы. Мен тумастан бұрын әке-шешелеріміз бәрі де сол қырда мал баққан, жылқы баққан, қой баққан, сиыр баққан, түрлі-түрлі. Қазақтар ол кезде барлығы түрлі-түрлі қырда жүріп өмір сүрді ғой. Түрлі жануарларды бақты. Ол кезде сонан кейін аштықтар келді. Ол кезде жаңа бұрын бұтағымыз жүрді. Үлкен сол ағайындылар болған. Ағайындылар көп болыпты. Бәрі де сол мал ұстаған, жақсы өмір сүрген. Енді өз олың сол кезінде олар жақсы өмір сүрген. Сол кезді алғанда. Сол үкімет келгеннен кейін барлық үйлерін сыпырып алып, малдарын айдап, малды бермесең, үйді бермесең, бәрін Сібірге айдаймыз деп сол. Біздің әкелерімізді, ағайын тумаларын, әкелеріміздің бәрін сөйтіп алып алған ғой. Ликвидировать еткен барлығын. Үкімет сол кезде. Сонда қазақтардың бәрі қаяққа барады әрине. Фермаға барады, сиыр сауады, сиыр бағады. Огородқа бастаған, жаңағы егін жай, соны үйрете бастаған ғой, сондай. Сонан кейін әкеміздің сол барлық нелерін жайлап ағайындары уже көбі қартайды, қартайса да сол аштан көбі өлді ғой. Ол жерде қазақтардың бәрі аштан өлді, шынын айтса. Өйткені мал жоқ болғаннан кейін. Россияда, қай қаласында? Россияның Астрахань, Харбалинский район. Біз тұрған кішкентай кезімнен сол Хашоутово дейді, сол ауыл ғой, село. Көбі қайғырады, қазақтар қайғырып көбінде. Кім не қолынан келді, сонымен қартайып сол. Бала-шағалары қалады, бала-шағалары сол. Не істейді? Балалар әйтеуір. Кімнің қолынан не келеді, соған жармасқан ғой. Менің әкем қазірге екінші әйел алған. Екінші әйелі менің анам болған. Ол 28-де ме сол кезде болған ғой. Өйткені күнкөріс керек. Анамның да сол тиген бірінші жолдасы Сталинград соғыс болғанда, сол немістер келгенде Сталинградтан бастаған ғой. Сол кезде сол гілей қазақтарды аттап, конный отрядпенен гілей қазақтарды жинап соғыс қайдаған ғой. Соғыс қайдағанда қазақтан ешкім қалмаған. Соғыстан ешкім қалмаған. Бәрін қырып тастаған ғой. Кәдімгідей. Менің сол анамның сол бірінші күйеуі сол соғыстан қайтпаған, безбіс деген. Олар кім оны қазіргідей жинайды дейсің? Ешкім жинамайды, сол жерде қала береді. Сосын менің енді жақын жарандар, күйеуімнің жақын жарандары, алсын ажындары, менің анамды сол күйеуі жоқ болғаннан кейін бір қызбен қалды. Сол менің әкеме адастырған ғой. Менің шешем 28-де болса, ол 56-да ма сондай болса, сонда менің әкем сонда керемет сондай азамат болған ғой. 5 жылдан кейін әкем сол қайтыс болды. Әкем. Менің шешем 33-те екінші рет жолдасын жоғалтады. Қалған оның 5 баласы, оны әлі жүректе емес, уже ең кішісі сол 15-16-та болатын, ең кішісі. Ең үлкені уже олар 22-23, соларды уже аяқтандыру керек, күйеуге беру керек. Сол анама қалған ғой, сол әкемнің 5 баласы. Өзінің жаңа, мен де сол әкемнен 2 бала.
Мен тудым, сосын сіңлім болды Күлзима. Мен сол өзінің мамамның бірінші күйеуінен қымбат деген қызы болды. Сол шаңырақта қалғаннан кейін барлығы анама міндеттелген ғой, шаңырақта болғаннан кейін. Сол шаңырақ болғанда енді жаман киіз үй қалдырған ғой, бір қара киіз үй қалдырған. Ақ киіз үйлерді алып кеткен бәрін. Әскерлерге бәрін. Сол қара үйде тұрдық, есімде бар. Бестемін, алыптамын. Сол қара киіз үй. Сонда тұрдық, сол барлығымыз енді сол Хашутоваға, селоға көшіп келді. Әкем сол жерде қайтыс болды. Сонда сол шаңырақта бар балалар да, сол анам да, 3 бала да, 8-10 адам сол бір үйде тұрған ғой. Сон әкем қайтыс болды. Әкем қайтыс болғаннан кейін о кісімді даже мата болмады орайтын. Сонда о кісі сондай не болатын. Бойшаң, денелі, сол арбадан, сол ағаш арбадан, сол өгіз жеккен арбадан сол мәйітке алып бара жатқанда аяғы 1 метрдей болып шығып жатқанда шүберек болмаған жабатын сон. Сол есімде қалды. Сол кісінің аяғы жабылмаған жаңадай. Денесі де сол былай қарай жапқан ғой, болды енді. Арым қылып жабатты енді. Ол кезде деген о жерде адамдар аштан көп өлді ғой. Барлығы сол іші ауырып барлығы. Мола басына сол кезде аналарым айтатын, анам айтатын. Барлығы үлгере алмаған ғой, молаға апарып жерлеуіне апаратын адамдардың өзі де әлсіз. Моланың басына сондай не сасып кеткен ғой өзі. Қоя берген, өле бергенде адамдар аштан. Аштан өлсе шектері нетеді екен ғой, өздерінің өзі. Кеуіп, соны жарылады екен де. Сол оларға жұмыс жоқ қой енді. Жұмыс жоқ, барлығы жұмыс істейтін, оқыған жоқ. Білімдері жоқ. Сол қалған 5 баланы да біздің де кішкентаймыз. Сонда селоның орыстарының малын бақты. Сол орыстар сол ол кезде де кішкентай тиын тебек қой, 20 теңгенің өздері керемет ақша болған ғой ол кезде. 5 теңге, 20 теңге, нол значылы. Ақша жоқ ол кезде. Сол кезде сол анама сондай тиындар төлейтін. Сонан кейін енді күн көре алмай бәрін үйлендіріп кетті, әйтеуір Құдайға шүкір, әрқайсысына өздерінің теңдерін беріп. Бізде бір нағашым, анамның жақын жарандары сол фермада тұратын. Фермаға соны бізді, мені, Күлзима сіңлімді, Қымбат апамды, менен үлкен өзінің қызын, мамамды сол фермаға көшіріп алып кетті. Өйткені ана жерге уже өмір сүруге невозможно болды. Сол кезде аш кезімізде де сол селода тұрғанда сондай халі күшті адамдар болды ғой. Бухгалтерлар, складчиктер. Солардан анам сұрап алатын, анама сол сұраған беретін. Жымиық малдарға. Жымиық не үшін подсолнечный әлгі. Бізде ол жақта күләйлән дейді оны. Подсолнуха бар ғой. Жинап сол үкімет сол әлгі малға беретін. Малға, сол шошқаға. Сосын отырып болатын. Соны біз фермаға көшкенше соны сұрап жейтінбіз. Сонда онда ешқандай көмек жоқ қой, көмек жоқ сол. Өзіңде болса бар, жоқ болса бәрінде де сондай жоқ қой. Соны анамды сыйлап сондайлар беретін. Сонда қуанып жымиықты жейтінбіз. Сонда да қуанамыз. Тіпті аш екен деп те айтпаймыз. Ашпыз деп те айтпаймыз. Ренжімейміз. Сол отырып та нан жасайды.
отырып ол біріне бірі қосылмайды. Бәрі жасайды соны. Отырып та жасап, соңында жейміз. Бітті, бәрі тойып жүреміз, қуанып, жүгіріп, ойнап жүре береміз далада. Аналарымыз енді аз жейді ғой онда, бәрімізге береді. Қазір де солай ғой, аналарымыз балаларына береді бәрін. Асқанның бәрін өзі, мына кейін қалсыншы ана баламның мына қызына. Сөйтіп сол асырады ғой енді бізді. Сонан кейін сол фермаға көшкеннен кейін мамам доярка болды. Күзема сіңлім менен 3 жас кіші. Ол қорқақ өзі. Біз бұзау бағатынбыз. Бұзау. Ол жерде сиыр болды ғой. Сиырлар болды. Сиыр сауатты. Сол бұзаулар бар. Ол бұзаулар сиырға жамырап кетпеу керек. Бағып жүру керек. Сөйтіп өсе бердік, әйтеуір 4 класс бардық, 4-ші класс қазақша болды жүрді. Үйде бір 7-8 километр арба жағасын, арба жегет, өгіз. Соны алып барады, соны 4 сабақ өтеді. Сонан кейін қайтадан қайтасың, кейбірде жаяу. Қыстың күні аяқ киімізді ол жүрді, аяқ киім ақша ғой. Сонда да анамыз жақсы, сол екеумізді жақсы киіндіріп, қолынан келгенше. Аяқ киім бар нәрсені екеумізге әйтеуір алып беріп отырды анамыз. Сөйтіп, сонан кейін мен де үлкейіп қалдым, сонан кейін мен де сол көмектесіп, бір фермадан бір беруі көше берді ол кезде. Жаз келсе бізде су толады. Су толғаннан кейін ана жердің бәрін басып кетеді ғой. Волгоградский ГЭС бар. Сол су жібереді. Мал жайылу үшін шөп керек қой. Әйтпесе ана барлығы жазда ыстық болады да, шөп өспей қалады ғой. Соны бәрі су толтырады, барлық жыраларда, көлдерді су толтырып, қырға көшкенде де ол да бізге қырын. Екі ортада су ғой барлығы. Паром бар ғой, қазіргі паромды білесің ғой. Ол кезде де паром болған. Біздің онда шифонер ештеңе де жоқ қой ол жерде. Ол кезде көшіп жүрген адамды кәдімгі көшпейді ғой ол жерде де. Ол болса сол бізде киімдеріміз сандық. Сандығымыз енді қазақ сандық қой енді. Сонан кейін оны не жоқ, диван ештеңе жоқ ол жерде. Көше бересің ғой. Тек қана өзің киімің, қазан аяғың. Сонан кейін әйтеуір 8 класс бітірдім. Мен уже қанша 15-16-ға келдім. Уже 16-ға келдім. Мамамның сосын, мамам уже ауыратын болды, жүрегі қатты. Соның орнына мен доярка болдым. Әйтпесе сонша сиырды бір адамға сол 18-23 сиыр сауғым керек. Таңғы сағат 4-те. Сағат 6-ға шейін бітіру керек оны. Өйткені қазір молоковоз, білесіз ғой, молоковоз ыстық қой дала. Келіп құйып алып кетеді. Өйткені ана басқа пунктке жеткенде бәлен километр. Ол сол жерде де қаймақ шығарған, сүтті тартқан. Сол жаңағы біздің жерімізді Хашутово деген жерге мен кішкентай кезімнен шыққан селоға алып баратын сол молоковозбен. Айттым енді, ана мен енді мама дейміз ғой онда. Енді мен мұнда қала алмаймын, мен оқуым керек. Оқуым керек, мен әлі жаспын. Жігіттер айттырып келіп жатты. Айттырып. Чтобы они не мешали маған. Мне всегда был грубый с ними. Всегда білесіз. Боқтап қуып жіберетін болатын. Сондай. Айтпесе олар еркектер отбой бермейді ол жерде. Ол кезде сол ғой, ол кезде сол. Можно сказать, рабочий лошадь керек та ол кезде. Қазір ешқандай керек жоқ шығар рабочий. Лишь бы нежный был и все. Можешь делать, не можешь. Самое главное, не против пошел. По течению плыви, плыви. Мен тұрғанда ешкім о қыздарға тиісе алмайтын. Маған да тиісе алмайтын. Мен олар соғысса, мен де соғысатын сөйтіп. Содан мен де мінезім солай қалып қойды да сол. Әрқашан
ішінде сөзді қалдыра алмаймын. Мен сол кім қарсы келді, шығыңдар бер. Өзімді көремей батылдық танысаң любой қорқады екен. Сонда қазір білдім. Кішкентай болсақ та бой жеткен болсақ, мен сондай не болдым, күшті болдым. Сол Құдай сондай етіп маған білген ғой, мен біреуге қарсы тұруым керек, өзін нені нету керек, қорғау керек екенін сондай мен күш етіп шығарған. Мен бұл жерден қала алмаймын деп анама айттым. Мен сен анам соны апамның қолында қалды. Оған не алып бердім ғой, пенсия да болды. Қымбат апамның қолында қалды. Жезден бәрі бірге. Қашуытта олар, Қашуытқа көшіп кетті соны. Оның бәрі қазірде даже үңгірде тұрсам да мен соны любой нәрсені Құдайдың құдіретімен үйреткен мені. Өмір сүре аламын деп. Енді оған да жеткізбейтін шығар, Құдайға шүкір, үңгірге тұра. Үңгірге тұратындай. Сыйынған жоқ, Құдайға айттым, просто осы сиырлардан мені құтқаршы дедім. Сиырлардың бәрі мені білетін. Зәкеш апама айттым, сол Зәкеш, еш нәрсе ауыртпашылық түсірмеймін, мен тек қана апарып тасташы сол Алматыға. Апарып тастасаң болды, ажағын өзім сол реттеймін деп. Әкеліп сол 5-6 ай Зәкеш апама үйінде болдық. Оның да кішкентай комната. Почтальон болып жұмыс істедім. Қазір саяхатта жерде почта болатын жұмысқа тұрып. Сосын мамамдарға хат жаздым, мама енді жалғыз жүрудің өзі қиын екен. Адамдар деген түрлі. Бүгін болмаса ертең адамдарды етіп, мен де енді бір адаммен таныстым. Сендер баталарыңды беріңдер деп жездем бәрі бірге тұратын. Соларға хат жаздым. Зәкеш апаның сол таныстары солардың інісіне шығарыпты. Сол кісілер енді сол несін беріп жаңағыдай біз қарсы емес деп сол Зәкеш апаның үйінде сол бір шай ішіп барлығымыз. Менің күйеуімнің үстінде әскерден келді ғой жаңағына. Көйлегі де жоқ, ақ көйлегі де жоқ. Жездесінің көйлегін киіп үйленгенбіз. Сонан кейін содан кетті ғой. Ол сол 69-да шықтым. Сол 68 жылы мен күйеуге шықтым. Сол жылы пәтер алдық 68-де. 68-де ең соңында сол болады. Неге келді кәдімгідей туды. Сонымен сол балалар өсті, сол жақтан сөйтіп. Жаңағыда енді уже ол оқуды бітірді. Мен 3-ші баламда күйеуімді оқытқам. Олар жаңағыда школ милицияда оқу керек болды. 3-ші бала Талғат уже. Өзім детсадта, сосын детсадта жұмыс істедім мен. Ол бітірді уже, ал мені енді заочный оқуым керек болды. Сол кезден бастап ол бітірді, мен заочный Талгарский техникум бухгалтеров. Соны заочный сырттай оқыдым. 3 балам бар уже. Ертемен кетеді, кешке келеді, кешке келгенде ол шаршап шалдым. Үстеріне киімдері уже, формулары қара терге түскен. Енді күн жақын анда болады, мұнда болады, конторына барады, алып кетеді, ананы разбирать ету керек. Сөйтіп, бұның да сол балаларменен де уақыты болмады ғой сол жұмыс істеуге. Менің балаларыма үшеуіне де. Бір рет пе, 2 рет пе тек қана осы Максим Горькийдің паркі бар ғой ол кезде. Аңдар сол болды, сол балаларды көрсетуге бір-ақ рет карточкасы бар. Соған алып алды, қол тиген сол болды. Сонан кейін сол бір күні енді Илийский районның барлық милицияларды барлығын санаққа жібереді ғой, өзі әлі де колхоз ғой. Сол малға қойларын санап келіңдер деп, малдарын санап келуге милициялар жібермей ме? Машина ауылдарға. Барып сонда февральдың басы как раз ол
жеңіл киіп кеткен бе, олар барлығы сол не жеңіл киіп сол жақтан суық тиген күйеуіме. Больницаға барып, больницаға да ауылымызда алып барған. Алмай қойды мынау. Ничего, врач істеп қойды. Ол нетіп жатыр, қызу, агония у него. Сол арқалап сол, арқама салып сол больницаға алып барып, оны жатқызып сол, қайтадан сол үйге алып келдім, жетекті әйтеуір арқама жүре алмайды да. Содан кейін скорыймен неге апарып салды, әпкесі сол қара бердік қой мына сол қиын деп. Абласныйға келіп, содан кейін сол жерде сол бір күн сол пункция алады екен, пункция. Пункция алған сол бәрі уже миына не кіріп кеткен, ірің кіріп кеткен ғой. Сол күн сол қасында болдым бір күн, 2 күн түнде. Сандырақтап, сол сандырақтап, қайқайдап. Мені Жамал демейді, Жанка, қайда кетіп баратсың, қайда кеттің деймін, сені көрмей тұрмын деп. Түрмені таңға шейін. Сол таңда қайтыс болды. Раушан, Жаңылсын, олар сенушілер ғой. Бір күні маған келді, біз көштік қой Тимирязевке, көшіп келіп, біздің үйге келіп айта бастады. Сосын біз айттық, мен айттым, сендер өздерің қызыңдар қалай? Уже сендер безысходство, что ли? Барлығын неғып оған Исаға нетіп кетіңдер. Ол деген біздікі емес қой, ол христианство ғой деп сөйтіп, оларға ұрсып сөйтіп жүрмейін бе? Сөйтіп жүргеннен кейін бір күні тағы да сол Руфаны босанды Жаңылсын. Сөйтіп тамақ ішті, бастап, әңгімелесіп. Солар Исаны айта бастады, қандай болған, не істеген, адамдар үшін өлген. Енді сол тыңдап отырмын, кейбір кезде мен адамдар айтып жатқанда мен бөліп жіберем. Адамдар айтып жатқан, маған сол кезде айтқан сұрауым керек, болмаса сол мен мінезімді до сих пор не могу остановить осыны. Исадан күндегін сұраймын, осыны маған сондай шыдамшылық берші адамдардың сөздерін бөлмеу үшін. Сол кезде айтып жатыр, мен олар айтып болған жоқ. Мен айтым, неме сонда? Иса немене? Иса Құдайға шейін немене? Мосты ма ол немене? Деп сөйтіп. Иә, мосты, соған баратын, Құдайға баратын Иса мост. Деп сөйтіп, сол есіңе жақсы қалды сол. Сонан кейін өтті ол, біз үй іздейін деп, Мичурин, ол кезде Мичурин ғой, Белбұлақ қазіргі. Сол жаққа пәтер іздеуге бара жатыр, төртеумізді отырып машинаға. Сол как раз демалыс күні еді. Сол біз қауымнан өтіп бара жатқан кезде, сол менің баламның машинасы түтіне бастады, түтей бастады. Отырған жеріміз алдыңғы жері. Қарап еді, ештеңесі жоқ. Бәрі орында. Сонан кейін тағы 1-2 шақырым жүріп, тағы түтейді. Онан кейін тағы да қарады, моторлар неліп қалды ма? Соны қарасы ештеңе жоқ. Тағы да отырып, тағы да баруымыз керек енді. Пәтер үй іздеп бара жатырмыз ғой. Сонан кейін тағы да түтей бастады. Уже кәдімгі 3 рет, кәдімгі қатты түсе бастады. Уже ішіндегі жаңа несі түтіні кәдімгідей қоюланып, кәдімгідей көбейіп. Мен айттым, енді ол неше уақыт мені Исаның сөзін естіртіп алып келе жатыр мені. Енді мені қайтар қауымға апар. Біз әрі қарай кетсек, бізге енді бір қауіп қатер төнейініп тұр. Деп сол төртеуміз бұрылып, қайтадан мені қауымға түсіріңдер деді. Өздерің кете беріңдер деді. Мені қауымға түсіріп, жүрді. Уағыз айтылып жатыр екен, уағыз. Жастар көп қой ол кезде. Қазіргі жастар сияқты.
Ең соңында уағыз айтты да ол бәрін тыңдап отырмын. Қазақшаны да орысшаны да сол. Сол бір кезде ой, кім тәубе қылады, кто хочет покаяться деп сөйтті. Бәрі тым-тырыс. Содан кейін мен ойлап отырмын. Тағы да бір-екі рет тағы сөйтіп айтты. Үшінші рет айтты. Мен ішімде айттым, мен ішім айтып отыр. Мен кейінгі рет келіп тәубеларым деп сөйтті. Сол кезде бір жерден арттан емес, где-то алдан бір жер мен көктің ортасынан сияқты бір сөз келген сияқты. Ертең кеш болады. Завтра поздно деді. Маған сөйтті. Завтра поздно. Значит, мен ол Құдай айтып тұр ғой. Маған соны жіберіп тұр ғой. Значит, не могла, значит, сопротивляться. Соны естідім де мен тәубеге келем деп сөйттім. Мен шығып, бәрі де ешкімге күш бермеймін барлық. Соны жаңылсында Абылайханда бәрі сыбырлап жатыр. Мен мінезімді қатты екенін білетті сол. Сол кезде сол. Я хочу покаяться дедім. Сосын айттым. Құдайым, сол айттым. Мен көп күнә жібердім. Құдайым. Деп, айтып, қанша күнә жібердім. Кешір мені деп. Ой, соны алдында ішім бүйтіп, все время жүрегім. Күнде түнде жатсам да мешал мне. Былай жатсам да, артқа жатсам да демала алмаймын. Қай жаққа жатсам да жүрегім осындай толып тұратын бірден. Толып тұратын. Сонан кейін сол кезде жылап, ол бақырып жыладым. Дауысым маған шықпауға болмады сол дауысым. Шығу керек болса, өзінен шығып жатыр. Мен тоқтатайын десем шығып жатыр. Сол ана баланың анандай болғаны. Менің күнәм барлығы сол. Сол қосылып әбден шерленіп қалған шамасы жүрегім. Бұл не болып сондай жеңілдік. Мен сондай ұшып жүргендей болдым сол кезде бірақ. Құдайға шүкір. Мен қазір сондай бақыттымын. Иса сондай жаңа өмірге алып шыққанына, сондай нұрын көрсеткеніне. Сон Құдайым әкеміз сол нұры Иса арқылы бізге сол жүрегіміз о нұрын салып, қазір жүрегіміз барлық нәрседен бос болғанда кәдімгідей біз уже қазір үйіміз бар, Құдайға шүкір айтады ғой. Қалған өзім жеткізем деген ғой. Міне, қазір мен Исамен өте бақыттымын. Мен ешқашанда бақытты болып көрмеппін әкесі. Мен Исамен сондай бақыттымын. Сөйтіп тәуба алдым. Содан бері мен Құдайдың сол жеңіл сынақ болмайды ешқашанда. Жаратқан ием, менің бағушым, мен еш нәрседен таппаймын. Ол мені жасыл жайлауға жаяды, тұнық суға жетелеп апарады. Ием маған күш тартады, есімі қасиет деп аталады. Содан оған сенімді артам, ол мені тура жолмен жетелейді. Қап-қараңғы шатқалда жүрсем де мен қорықпаймын, ешбір қауіп қатерден. Себебі сен менің қасымдасың. Жігер беретін сойылың мен таяғың. Сен маған дастархан жаясың. Көз алдында дұшпандарым. Мені қошаметпен қарсы аласың. Тостағанымды толтыра қиясың. Жақсылық пен мейірімділік үлесім болады өмірлік. Жаратқан иенің үйінде мен қала берем мәңгілік. Аумин.